Ассалаумағалейкум, аудан тұрғындары. Мақажанов ислам жайлы айтып кететін болатсақ, исламның енді ата-анасымен араластық, исламның спортқа деген бейімді екенін, ықпалын сол бала күннен білеміз. Алғашқы қадамын 2016 жылы осы спорт мектебіне аттады. Алғашқы жетістіктері облыстық, республикалық, аудандық турнирлерде жүлделі орындарға ие болып жүрді. Солай еңбек қор бала, еңбек еткеннен қашпайды. Алғашқы жетістіктерін 2017-18 жылдары Қостанайда өткен, өзі 2005-2006 жылдардың арасында республикалық күрестерден екінші орынға ие болды. Алматыда өткен республикалық турнирлерден жеңімпаз атанды. Талай-талай аудандық, облыстық додаларда топ жарды. Енді 2021 жылы халықаралық турнир өтті Теміртау қаласында. Сол кезде 5-ші орынға ие болды. Тәжікстаннан келген дзюдошы палуанға сәл жетіңкіремей қап, сол кезде үшке таласып ұтылым құрақ қалды. Кейіннен 2022 жылы өткен осы Теміртау қаласында өткен халықаралық огни-магнитке атты халықаралық турнирде 5-ші орынға ие болды. Ол жарыста 5 мемлекеттен кем қатыспады. Тәжікстан республикасынан келген палуанға сәл жетіңкіремей қалды. Кейіннен еңбек етіп, осы таяу арада өткен Семей қаласында республикалық біріншілік өтті, Қазақстан біріншілігінің чемпионаты өтті. Сонда 76 кг салмақта жүлделі 2-ші орынға ие болды. Алматы облысының палуанымен ақтық сында жетіңкіремей қалды. Енді ол қатемен әлде болсын жұмыс істейміз, өзі еңбек қор бала, қандай да бір нелер сүрініп жатса да еңсесін түсірмейді. Екі есе еңбегін ақтауға, еңбек етуге өз-өзін аянбайды. Алда отқан Қызылорда қаласында өтетін оқу-жаттығу жиыны бар, дайындық ала қаласа. Кейіннен Тараз қаласында өтетін Жамбыл облысының сонда оқу жиындығы бар, дайындықтарымыз. Кейін осы тамыз айында өтетін Ташкент қаласында Азия біріншілігіне ала қаласа, сонда топ жарамыз деген үміттеміз. Сол кездегі көрсеткішке байланысты әлем біріншілігіне жолдамаға алуына тілектеспіз енді. Сондай үмітіміз бар. Үмітімізді ақтайтын палуанның бірі осы Мақажанов Ислам деп үміттенеміз. Мен Мақажанов Ислам Ардағұлы. Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданында 2006 жылы 15 қыркүйек күні дүниеге келдім. Мен отбасымызда 4 баламыз. Мен соның үлкені боламын. Әкем Мақажанов Ардақ және анам Серікова Лаура осы Жаңаарқа ауданының тұрғындары болады. Мен ол кісілер осы Жаңаарқа ауданындағы Жандос супермаркетінде жұмыс атқарады. Спортқа 2016 жылы есім ағайыма жазып табыстап кетті әкем. Содан бері осы қазіргі уақытқа дейін есім ағайда дайындап келемін. Мен осы Оразалы Жұмабеков атындағы Тілек мектебінде оқимын. Менің бала күнгі арманым оқуды жақсы бітіріп, Қазақстан Азия біріншілігінде жүлделі орынмен жарып шығу болды арманым. Күрестен басқа хоббилерім ол атқа міну, волейбол, баскетбол, тағы да басқа түрлері болады. Жазғы уақытта мен ауылға, нағашыларыма барып тұрамын, көмектесуге, сондай-мындай. Спорттың арқасында Қазақстанның біраз жерлерін байқап көрдім. Тараз, Шымкент, Алматы, Астана, сосын тағы да біраз жерлер бар. Сосын Қырғызстан мемлекетінде болып қайттым. Құрдастарым жетістікке жеткендерін қалаймын. Ол үшін жақсы дайындалып, ылғи ешқандай зиян салауатты өмір салтын ұстанып, спортқа жақын болу дейсіз. Сонда ғана нәтиже жетістіктерге жетуге болады.
тілеу есім ағайыма өз алғысымды білдіремін. Ол кісінің арқасында біраз нәрсеге жеттім. Дайындап, шынықтырып, мотивация беріп, өмірге деген құлшынысты арттырып, тағы да сол кісіге рахметімді айтамын. Қазір біз Азия біріншілігіне дайындалып жатырмыз. Енді алдыңғы уақытта сборлар болады, Шымкент, тағы да басқа жақтарда болады. Соған барамыз Азия біріншілігіне дайындыққа. Жанып Исламның әжесі, яғни біз атасы мен әжесі боламыз Исламның. Нағашы ата әжесіміз біз. Жастайынан кішкентай туғаннан бастап біздің қолымызда тәрбиеленді. Өмірге келгеннен бастап біздің қолымызда. Тәрбиесі өте жақсы ақылды азамат болып өсіп келе жатыр. Туғаннан өзі елгезек, мейірімді, үлкендерге көмектескісі келіп тұрады, кішкентайларға қамқор, сондай ақылды бала. Болашағынан күткенім. Ислам бала күнінде өте ақылды, кішкентайынан өзі елгезек, сондай ақылды бала өсті. Тілалғыш, мейірімді, елдің бәріне жан ашып тұрады. Сондай қандай адамдарға көмектескісі келіп тұрады, сондай мейірімді бала өсті. Жастарға болашақ айтарым, өмірде білімге құштар болыңдар. Көп оқыңдар, білімге құштарлық деген ол нағыз оқу деген инемен құдық қазғандай дейді ғой. Оқудан жалықпаңдар, үйреніңдер, өнерді үйренде жирен дейді. Сондықтан да 8 қырлы бір сырлы болғанның зияны жоқ. Спортпен болсын, біліммен бәрін ұштастырып, өмірге өздеріңді жоғары деңгейде көрсетуге атсалысыңдар. Болашақ сендердің қолдарында. Ертең біздің еліміздің болашағы сендерсіңдер. Мен Исламның атасы, атым Шалатай болады. Енді Ислам жас туғаннан кейін біздің қолымызда. Енді оның тәрбиесі балаларға жас күнді қатал қарамаймыз ғой. Бірақ дегенмен өзі жақсы бала өсті. Қазір енді әр несін бақылап қарап отырамыз. Балаларға енді ең бірінші жақсы тәрбие, білім, келешегіне сүн еңбек. Енді еңбек етіп, әлгі оқуда да, спортта да еңбек керек, сол еңбек етуге тәрбиелейміз. Енді жас күннен үйдің жұмысын істеттік. Бүкіл шаруаны біледі, малдың жайында, үйдің майын шаруасында. Бүкіл шаруа қолынан келеді. Әр жетістігіне қуанып отырмыз. Әлде болса үлкен деңгейде, үлкен әлгі тұғырдан көргіміз келеді. Қазақстанның бір мықты азаматы болып, спортшы болған қалаймыз. Ислам осы Оразалы Жұмабеков атындағы жалпы білім беретін мектептің 10-шы сыныбында оқиды. Ислам енді спортқа бала кезінен жақын, сыныптастармен қарым-қатынасы жақсы, достарына сыйлы, ұқыпты, тиянақты. Енді Исламның басты ұстанымы осы спорттың шыңына шығу. Оның болашағынан біз зор үміт күтеміз. Спортпен сабақты қатар алып жүре алады. Сабағына жақсы, сабақтарынан қалмайды. Барлық сабақты орындап, жақсы көрсеткіш көрсетіп отыр. Менің есімім Жандос болады. Мен Исламның бала кезден келе жатқан жақын жан жолдасымын. Бізді ең алғашында ата-анамыз Нәлі 10-шы сыныпқа барғанда екеумізді таныстырды. Біз содан бері екеумізді беріп дос болып келе жатырмыз. Ислам менің жақын досым, ешқашан мені қиындықта қалдырмайды. Қиындықта және маған керек кезде қасымнан табылатын досым болып келеді. Енді Исламнан спортта осы биылға алған чемпионат Республика Қазақстан 2-ші орыннан біз бүкіл мектеп бойы қуандық. Бұл тек қана мектеп емес, бүкіл Жаңаарқаға аты шыққан жарыс болды. Ислам осы Жаңаарқа ішінде жасөспірімдер арасында ең бірінші болып қалып отыр. Енді алдағы уақыттарда Исламды осы үлкен жарыстарда, Азия чемпионаты немесе международный және де чемпионаттарда үлкен жетістіктерге жетсе деп отырмыз.